Қайырлы достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ыстық тағам спагетти котлетін жасап көрсететін болам. Бұл ыстық тағамды кез келген салатпен, мен капустамен салатымен және помидор салат жасадым. Өте дәмді тағам. Менің рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бірінші котлетін жасап алам. Бізге котлетке керек заттар: 500 грамм парышқа, 1 пияз турайым, майлап ұсақтап, тұз салам, дәміне қарай бұрыс салам, сөйтіп жақсылап илейтін болам. Осылай жақсылап илеп алам. Одан соң котлетке арналған магидің приправасын қосатын болам. Өте дәмді болады. Және бір жұмыртқаны жарып салам. Жақсылап илейміз, араластырып. Илеп боламыз. Илеп болғаннан кейін котлеттің формасына келтіріп осылай жасап аламын. Бәрін осылай жасап алғаннан кейін табамызға аздаған май құйып, орташа отта жайлап котлетімізді салып, бірінші бір бетін қызартып қойып аламыз. Сосын екінші бетін қуырамыз. Осылай қуырғаннан кейін майдан котлетті бөліп алып қоямыз. Осылай майын сорғытып аламыз, салып аламыз. Сосын осы табадағы майымызға 2 пияз салып, майлап турап қуыратын боламыз. Оған салатын, домашний салат қосатын болам. Бұл жерде мен бір сәбіз қосқам түспей қалды. Сосын котлеттерді қайтып салып, кішкене су құйып, жауып қоямыз. 15-20 минутқа. Екінші тыстағы кастрюльме қайнаған суға спагеттиді салып, осылай қайнататын боламыз. Бұнда 15 минут қайнатып аламыз. 15 минуттан кейін спагеттиміз дайын болады. Осылай дайын болған спагеттимізге котлеттің бірге бұқтырылған парливін араластырып, жеке тәрелкеге салатын боламыз. Осылай спагеттиді салып алғаннан кейін помидорымызды, котлетімізді салып, және қолдан үй салған капустадан жасалған шемшек қосылып, салат салып, кешкі асымыз дайын. Бізге ас болсын. Егер сіздерге ұнап жатса менің рецептім, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып кетсеңіздер болады. Неге менің кешкі асымның көрісі осылай. Жасап көріңіздер, өте дәмді.